Айнұр 780 доллар тауыпты соңғы 28 күнде. Мына сіздің 788 долларға басыңыз. Так, ана жерде 90 күн деген басыңыз. Міне, анау жаңағы сізде 940 доллар тапқансыз, иә, Айнұр. 940 доллар сіз қанша уақытта тапқансыз? Сіз анау первый доходты көрсетіңізші, анаған первый доходқа басып үстіне. Бірінші күн қашан түскен сізде доход? Бірінші күн бізде бірінші күн менде қаншасына түскен? Ана жерде сізде міне 9 сентябрь. 9 сентябрь бүгін бізде ана енді последнийна басыңыз, последний доход это за какое число? Это у нас за 17-го, да? И сол кезде бізде неше күн? Сонда бір ай, бір аптада сіз 940 доллар тауыпсыз, иә? 940 доллар. Так, енді сіз былай істеңізші. 28 күн. Иә, октябрьді басыңызшы. Октябрь, сентябрь басыңыз. Сентябрьда 446 доллар, октябрьда қанша? Октябрьда 449 доллар тауыпсыз, иә? 94, 494. Иә, в общем, уже 1000 долларға тақақ қалғансыз ғой уже. Так, енді сіз былай істеңізші. Анау, за 48 часов дегенге кіріңізші. 48 сағатқа. Мен кеше видео салмадым. Сізде 6.895.000 просмотр болып тұр, иә? Видео салмадым, еще мен кеше видео салған жоқпын вообще. Бүгін таңертеңде салған жоқпын, мен салайын деп отырмын. Так, 6.895.000 просмотр. 60 минутта мынандай ғой. 60 минутта 184 просмотр, иә сізде? Иә. Так, оны 48 сағатта 6 миллион. Тиктокқа кіріңізші енді. Міне. Тиктоктағы доходты көрсетіңізші. Бұны қашан қосамыз? Мені достар, Айнұрдың тиктоктан тапқан табысы, қазір ютубқа салып атқан табысты, ютубқа салып атқан видеоларды тоже тиктокқа да салып жатыр. И уже 51 доллар табыс әкелген. Мына 51 долларды сіз қанша уақытта таптыңыз? Мына жерде бір видео 43 доллар алып келген, иә? 43 доллар алып келген, мына жерде бір видео 7 доллар алып келген. Именно 1 минуттық видеолардан 5 ғана салған пока что. Қалған видеоларды 4 ма даже? Да. Иә, 4 ғана. Ана жерде жаңа 51 долларды қанша күнде таптыңыз, соны үстіге қарай көтеріңізші. Ана жерде статистика тұр. 13 октябрьда қосылды. Бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6 күнде. 6 күнде 51 доллар тауыпсыз, иә? Дополнительный доход 46 доллар, стандартный доход 4 доллар. То есть сіздің нишаңызда, хоть детский ниша болса, дополнительный награда төлеп жатыр екен. Вот, мінекей Айнұр деген кісі менен курста, маған офлайн обучениеға келгеніңізге 1 аптаға ғана келді офлайн обучение. Қазір Шымкенттесіз, Түркістандасыз ба? Шымкент қаласындамын ғой. Шымкент. Түркістан ары бері түліктермен жүремін. Иә, мінекей достар, маған 1 аптаға келді обучениеға, уже результат, уже доход. Жаңа көргенде ютубтан да тауып жатыр, тиктоктан да тауып жатыр. Сіз уже менен обучение бастаңыз примерно 1,5 айдай болды, иә? Уже біз онлайнда, қазір онлайн істеп жатырмыз. Августтың аяғында бардым осы. Иә, августтың аяғында. Сентябрьдің басы почти. Иә, августтың аяғы, сентябрьдің басы. Иә, примерно 1,5 айдай болып қалды, грубо айтқанда, иә. 1,5 айда осындай результат болып жатыр. Қалай өзіңіз енді өзіңіз неңізді ютубпен былай айналысу қиын ба негізі? Доход табу? Қиын емес, олай доход тапқан сайын айналысқың келе береді, просто ерінбеу керек. Сіз бұрында алдын ала. Иә. Сіз бұрында вообще басқа біреуден курс алып көргенсіз ба негізі былай или ютубпен айналысып көргенсіз ба? Бұрында тәжірибе болды ма? Айналысып көрсем деп негізі жалпы былай онлайн алып көргенмін ютуб курсты, бірақтан онлайннан мен дымын түсінген жоқпын. Ештеңе қаққан жоқпын. Ниша бірдеңе дегендерді қаяқтан ниша табам, қандай ниша табам, кәдімгідей қай ниша қалай өтеді мен білген жоқпын онлайннан, ондай ниша табу бірдеңе деп. Өз күніңді, күнделікті күніңді, өміріңді түсіріп сала берсең де болады деді оны. Қайсы нені түсіріп салатынды не қылмадым білмеймін. Вот. Еще мен 1 ай жұмыста боламын, 1 ай демалыста боламын, сөйтіп жүрдім. Сонымен мынандай спокойно жүріп салатын, жұмыста болсаң да, үйде болсаң да жүріп салатын видеоны. Иә. Қандай видео салатын білмедім де, ашып қойып жүрдім, не саламын деді. Еще мен моншақтармен АСМР жасадым. Да, сіз бар АСМР жасадыңыз, бірақ майнсетқа шыққан жоқсыз, иә? Қаншаманда қиын нишалар. Қаншама расход болды, моншақты неше түрлісін аласың, ол моншақпен жасау деген өте қиын. Оны шашасың, қайтып бәрін бүйтіп түске бөліп жинайсың, қайтадан шашасың. Иә. Үйдің бәрі моншақ болып кетеді. Конечно, шашылады ғой ол. Так, енді сіз қазір жасап жатқан нишаңызды сіз компьютермен жасайсыз ба или телефонмен ба?
телефонмен жасаймын, компьютермен жасамаймын. Иә, міне Компьютер, ноутбук менде қазір нашар, сол үшін онымен жасай алмаймын. иә, өзі телефонмен жасаған удобно ғой, сіз жасап жатқан шорт снимшаларды. Телефонмен жасаймын, только бір имен ғана жасаймын, жаңағы жасанды Иә. интеллект. Так, бұл жерде міне Айнұраның бұл айтып жатқан сөзі, бұл көп адамдардың сұрақтарына жауап. Өйткені имен жасалған, жасанды интеллектпен жасалған видеоларға монетизация қоса ма, қоспайды ғой, біреуден естідік қоспайды деп айтып отыр. Міне Айнұра жасап жатыр, и Айнұра ақша тауып жатыр. Ютубтан ғана емес, тиктоктан да ақша тауып жатыр. Сондықтан міне сендерге жауап. Раз и навсегда запомните, что міне жасанды интеллектпен жасаған видеоларды ютубқа монетизация өткізеді, ютубта, тиктокта да. Иә. Енді сіз қазір жасанды интеллектпен жасаймын ғой. иә. Сіз енді айтыңызшы, сіз осы ютубты қазір основной жұмыс қылдырып, осы основной жұмыс қылдырып жасайын деп жатсыз ғой да? Өзіңіздің YouTube, TikTok қазір менің основной жұмысым. Иә. А қазір сізге бір алып келіп жатқаннан кейінгі доход алып келіп жатқаннан кейін осыны основной жұмыс. Мен қазір жұмыс жасамаймын, мен уже 3 ай болды жұмыстан шығып кеткеніме. О, міне. Сізге осы ютубпен, осы ютубқа контент істеуге примерно күніне қанша уақыт кетеді, жаңағы жарты сағат па, 1 сағат па солай жүрсеңіз? Идеяң дайын болса, бір 15-20 минутта жасап тастайсың. Идеяң дайын болмаса, кішкене ойланып қарайсың, содан кейін жасайсың. Иә, міне. Көп емес, ары кеткенде бір жарты сағат шығар. Иә. Міне достар, көрдіңіздер ме, күніне жарты сағат ютубқа уақыт бөліп, жасанды интеллектпен қолданып, міне осынша табысқа шығып жатыр. И то это только начало. Бастапқыда только аудитория менің Индия болып кеткен, соң өзінде де нормально шүкір. Міне сондықтан индийский аудиториядан қорықпаңыздар. Индияда тоже міне ақша төлейді, ол жақта адам көп. Сондықтан міне, енді осы ютуберлерге не айта аласыз қазір ойланып жүрген? Айналысайын ба, айналыспайын ба, бір мотивация, поддержка деген сияқты сондай бір екі ауыз сөз айтып жүрсеңіз. Көп ойланбай айналысыңыздар. Мен әліге дейін неге ертерек айналыспадым екен деп әлі күнге дейін ойланамын, но ештен кеш жақсы дейді ғой, но мен сияқты кешігіп қалмай, тезірек, ертерек бастаңыздар. Жақсы үйрететін адамнан сабақ алыңыздар. Офлайн болсын, онлайн болсын. Ақшаларыңызды шығарып аласыздар, ерінбеңіздер. Сізге шыңғысымызда сіздерге оп-оңай ниша тауып береді. Ол жағынан 100%. Иә, сіз ниша тауып береді деп айта аламын. Ерінбеңіздер, YouTube деген жақсы үйде отырып ақша табасыздар. Былай да жұмыстарыңыз болса да YouTubeға бір жарты сағат, 1 сағат көңіл бөлсеңіздер, тоже ақша табасыздар. Иә. Бұл Айнұра деген кісімен біз бірінші рет отырғанда бір нишаны таптық та сразу соны бастап кеттік, иә? Сразу бастадық, и сол нишамен сразу кеттік қой. Именно андай самый болатын, самый актуальный нишаны бастадық, и соны болды. Так, онда Айнұр сізге тағы да үлкен табыстар тілеймін. YouTube'тан $1000, $100 000 болсын, $1 миллион болсын, дальше больше. Да. Иә, $1 миллион табыңыз, сіздің қолыңыздан келеді. И желаю вам только всего хорошего, больших доходов. Вы молодец, сізге ырзамын, иә. Вы хорошая ученица, да. Все, жақсы онда, рахмет. Рахмет, сіздің де шәкіртіңіз көбейсін. Мен сізге рахмет айтамын. Сізге барып оқығаныма қуанамын тіпті. Все, от души жүректен шыққан сөздер ғой. Все, от души рахмет сізге.